Бәйбіше 5 бөлім. Негізі гүлім мінезі салмақты болғанымен қыз уағында небір асауаттарды қолға үйретіп, аттың құлағында ойнаған мықты қыз еді ғой. Өздігінен ешкімге артық ауыз сөз айтып тиіспейтін. Ал себепсіз ашуына тиіп жатқанда мірдің оғындай бір ауыз сөзімен жайпап салатын. Бұл бұның жастайынан қалыптасқан мінез еді. Осы уақыт аралығында маған 5 ұл бала тауып берді. Ата-анама қарап, балаларды тәрбиелеп, үйдің бар шаруасын дөңгелетіп отыратын. Кейде оған қарап отырып, өзімнің істеп жүрген ісіме іштей қатты қысылатынмын. Бірақ қылықты да тәтті махаббаттан бас тарта алмадым. Махаббатты жанымдай жақсы көретінмін. Оның жанында бүкіл әлемді ұмытатынмын. Осылай екі жақта өмір сүріп жаттым. Уақыт өте махаббат, тәкөн, мен қашанғы жалдамалы пәтерде тұра бермекпін. Маған үй алып берсенші. Екінші әйелін болсам да ризамын. Жасым болса өтіп барады. Сәби сүйгім келеді. Деп жиі айтатын болды. Бұл нәрсе менің де ойымда болатын. Ертеме, кешпе, осылай істемесем Сабираш секілді махаббаттан да айырылып қалуға қорқатынмын. Алайда мұны алдымен әкеме қалай айтпақпын? Гүлім мен ес біліп қалған ұлдарым ше? Олар қалай қабылдар екен? Деп басым қата бастады. Осылай жүргенімде бір күні махаббат аяғы ауыр екенін айтты. Мұны күтпеп едім. Абдырап қалдым. Енді бұл мәселені ертерек шешпесем болмайтын болды. Бірақ қанша оқталсам да әкеме айтуға бата алмай, махаббатқа әне-міне деп уақыт создырып жүре бердім. Уақыт деген сулап өте береді. Махаббат декреттік демалысқа шығып, босануға дайындала бастады. Бір күні әдеттегідей іссапардамын деп, махаббаттың жанында жатқанымда, хозяйкамыз жанна әжей, «Тако, тебе просит к телефону» деп үйіне шақырды. Жанна әжейдің үйінің телефон номерін сенімді бір-екі досыма ғана берген болатынмын. Аса шұғыл жағдайда ғана хабарласыңдар деген болатынмын. Барып тұтқаны көтерсем, жақын досым екен. Әкем қатты науқастанып, ауруханаға түсіп қалыпты. Жағдайы нашар. Үйдегілер қиын жағдайда отырғандығын айтып, тез жетпесем болмайды деген соң дереу көлікке отырдым. Сол кеште аздап шарап ішкен болатынмын. Алайда оған да қарамадым. Ауылға қарай құстай ұштым. Ауыл мен Алматының арасы 1 сағаттай жол еді. Үлкен трассада жоғарғы жылдамдықпен келе жатып, қараңғыда жолдан өтіп бара жатқан ірі қара малды қағып, көлігім 2-3 рет аударылып, көлікке қысылып, есімді жоғалтыппын. Содан қанша жатқаным белгісіз, ауруханада есімді жидым. Кеудемді көтере алмай, аяқтарым жансызданып қалған секілді. Бір кезде мейірбике келіп, дәрігерді шақыртты. Дәрігер қабырғам мен аяғым сынып, басым азағым келген, ота жасалғанын айтты. Енді біраз уақыт біздің бақылауымызда боласыз. Тез сауығып кетіңіз, деп жағдайымды тексеріп шығып кетті. Ал жақындарымнан ешкім жоқ. Мейірбикеден сұрап едім, әйеліңіз осында, қазір келеді, деді. Бір кезде бет-аузы ісініп, жүзі солғын тартқан Гүлім кіріп келді. Мені көре салып, «Тәкебай, атамнан айырылып қалдық, бекем бол», деп булығып жылап жіберді. Мұны естігенде төбемнен жай түскендей болды. Әкем соңғы кездері оқ тиген аяғы қақсап, кей түндері көз ілмей шығады екен. Соғыстан қалған із, жас өткен сайын денсаулығы сыр беріп жүреді. Алайда мұнысын анамнан басқаға білдірмеуге тырысады екен. Балаларым уайымдамасын дегені болар. Өзі де мінезі тұйық адам еді ғой. Әкемнің өмірінің соңғы сәтінде жанында бола алмай, жете алмай қалдым. Денсаулығыма байланысты қабіріне бір уыс топырақта салуға бара алмадым. Әкемнің жаназасында жалғыз өзім кереуетке танылып, өзегім өртеніп, іштей өз-өзімді кінәлап, екі көзімнен жас парылдап, шарасыздықтан үн-түнсіз төбеге телміріп жаттым да қойдым. Ертесінде балаларымды алып
бауырғарыммен гүлім келіпті. Анамның мазасы болмай үйде жатыр дейді. Махаббатпен алданып, қу нәпсіге еріп, көңілдесімен бақыттан басым айналып жүргенімде әкем ауырып жүрген екен ғой. Кейінгі уақытта бар ойым үйден жырақта болып, отбасыма көңіл бөлуді қойған екенмін. Әке шешеме де қарамаппын. Адам секілді қал жағдайларын біліп, шүйіркелесіп, әңгімелесуден қалған екенмін. Әкемді ойлап, өкініш өзегімді өртеді, жүрегім қысылып, жаным ауырды. Осы орайда әкемнің мезгілсіз қазасынан махаббаттың жайы да ұмыт болды. Өзімнің жатсым мынау, өздігімнен тұра алмаймын, жүре алмаймын. Тіпті отырып адам секілді ас та іше алмаймын. Гүлімге күнім қарап қалды. Ауруханада мені жас балаша тамақтандырып, тосып, астымды тазалап отырған жайы бар. Одан қалса, әкемнің қазасына көңіл айтып келушілер бар. Анамның жайы белгілі. Үйдегі Малжан бар. Ұлдарымның сабағы бар дегендей, бәрінен бұрын гүлімге көп салмақ түсті. Байғұс бәйбішем. Сонда да ештеңесін білдірмей, жалғыз өзі барлығына қарайлап, екі ортада шыр көбелек болып жүр. Арада біраз уақыт өткеннен соң ауруханадан шығып үйге оралдым. Ағашқа сүйеніп, ақырындап жүре бастап едім. Ол кезде сымсыз, ұялы телефон деген жоқ. Үйдегі телефоннан махаббатқа хабарласудың ретін таппай жүргенімде, үйге жағдайымды сұрап жақын досым келді. Екеуміз оңаша қалғанымызда махаббаттың мерзімінен бұрын қыз бала босанғандығын айтты. Байғұс, мен ұшты күйлі жоқ болып кеткен соң, не істерін білмей қатты уайымдапты. Жұмыс жағымнанмын деп, осы үйге қоңырау шалған екен. Тұтқаны үлкен ұлым көтеріп, менің ауруханада жатқанымды, көлік апатына түсіп, жүре алмай қалғанымды содан естіпті. Қазір өзі ауруханада жатыр екен. Мұны естіген соң қалаға баруым қажет екенін түсіндім. Қандай болмасын, менің баламды дүниеге әкелді ғой. Алайда көп отыра алмаймын. Өздігімнен жүре алмаймын. Енді ғана ес жиып, бас көтеріп отырғаным осы еді. Содан досыма махаббатты табыстап, оған мен аяққа тұрғанша көмектесе тұруын өтініп, біраз қаражат беріп жібердім. Бар жағдайымды түсіндіріп айтарсын. Ауруханадан шыққан соң хабарласамын деп, сәлем айтып шығарып салдым. Іштей көңілім құлазып, қызды болғаныма да қуана алмадым. Өйткені әкемнің қазасынан кейін әлі де өз-өзіме келе алмай жүредім. Өзімді кінәлі санайтынмын. Осылай жүргенімде әкемнің 40-да келді. Жақындарымыз жиналып, әкемнің әруағына мал сойып, Құран бағыштап болған соң, денем құрсып, өз бөлмеме кіріп жатып қалған болатынмын. Көзім ілініп кетіпті. Бір кезде анамның, «Әй Тәкіш, қаран қалғыр, тұр орнынан!» деп мені жылғи сөйлеген анамның дауысынан оянып кеттім. Қарасам, үстімнен анам төніп тұр, қабағы қатулы. «Апа, не болып қалды?» деп ақырын орнымнан қозғалып отыр едім. Есіктен қолына ақ жөргекке оралған нәрестені көтеріп гүлім кірді. Екі кештің арасында ұйықтағаннан ба, басым мен-сен болып, өнім бе, түсім бе ажырата алмай отырғанымда анам, «Біз сені отбасын асыраймын деп жұмыс істеп жүрма десек, қалада бір қатынмен әуейі болып бала тудырыпсың ғой. Ол сайқалын мына бейкүнә нәрестені сенің қызын деп гүлімнің қолына ұстатып, тайып тұрыпты. Рас па?» дегенінде төбемнен жай түскендей болды. Гүлімге қарасам, нәрестені көтерген күйі екі бетін жас жуып, маған сұраулы жүзбен қарап тұр екен. Қапелімде не дерімді білмей, аузыма сөз түспей қалды. «Қалайша, махаббат, қалай ғана үйіме келіп қызымды тастап кеттің? Бұл мүмкін емес», деп іштей күбірлеп, гүлімнің қолындағы нәрестеге жақындап, бетін ашып қарасам, томпиып, пысылдап, ұйықтап жатыр екен. Осы жерде іштегі бар өкінішім,
әкеме деген сағынышым, істеген күнәларым үшін ар-ожданым қысып, намыстанып, ұяттан өртеніп, ащы өксік тамағыма тығылып тұрды да, тізерлеп отыра кетіп, еңкілдеп жылап жібердім. Өз-өзімді тоқтата алар емеспін. Менен мұндайды күтпеді ме? Анам мен Гүлім абдырап қалды. Анам да отыра қалып, «Тәкіш, әй қойшы, мұның не? Еркек емессің бе? Еңкілдеп жылағаның не? Өксігінді басып дұрыстап түсіндірші», деп жатыр. Гүлім баланы кереуетке жатқыза салды да, барып су әкеліп, «Тәкебай, қойшы, мұның не? Балаларды шоштарсың, қойшы енді. Дұрыстап айтшы, әлгі Махаббат деген әйелдің айтып кеткені рас па? Мына нәресте расында да сенің қызың ба?» деп сұрап жатыр. Менде оған қарауға бет жоқ. Басымды изей бердім. Су ішсем де өксігімді баса алар емеспін. Содан анам маған қатулы көзімен бір қарады да шығып кетті. Гүлім үндемей орнынан тұрды да, «Обал жоқ саған, Тәкебай. Іштей сенің біреуің бар екенін сезетінмін. Қояды ғой, уақытша болар», деп іштей күйзелсем де өзіне білдірмедім. Өйткені сенің маған ешқандай сезімсіз үйленгеніңді білемін. Алайда осындайға дейін жеткізеді деп ойламаппын. Нәрестенің не жазығы бар? Әлгі нақсүйерін сәбиштің жас кезінен аумайды екен. Оны мен не үшін әуейі болғанымды да түсіндім. Амалым қанша? Мен де әкеме қарсы келе алмадым. Оның үстіне өзімді ұнатып қалған едім. Мені сүймесе де, мен оны сүйемін. Бар махаббатыммен жүрегімді жаулап алармын, деп ойлаған болатынмын. Алайда қателескен екенмін. Мұны жаңағы келіншекті көргенде түсіндім. Енді қаншалықты қайғырсан да, ол, «Мені іздемеңдер, еліме қайтамын. Мына қызды әкесі өзі бағып алсын», деп менің қолыма ұстатты да, мен «Әй!» деп сөйлегенімше келген көлігіне отырды да ызғып кетіп қалды. «Тәкіш, қыз некен рас болса, далаға тастамаймыз. Ел не десе де бауырымызға басып, бағып аламыз. Сен балаға қарай тұр. Мен барып көрші Айманның үйінен ешкі сүтін алып келейін», деп көзінің жасын сүртіп шығып кетті. Гүлімнің адамгершілігіне дән риза болдым. «Қайран әкешім, шешесіне қарап қызын ал», деп текке айтпаған екен ғой, деп әкемді еске алдым. Жалғасы бар.